Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай қадірменділер? Кешелі бері әуесқой бокста сыйақыға байланысты дау көтеріліп жатыр. 2025 жылы Дубайда өткен әлем чемпионатында жеңімпаз және жүлдегер атанған спортшылар әлде болса өздеріне тиесілі қаржыларын ала алмапты. Естеріңізге салайын, бұл 2025 жылдың желтоқсан айының 4 мен 10 аралығында Біріккен Араб Әмірліктерінде өткен әлем чемпионаты жайында. Турнирді IBA ұйымдастырған болатын. Ал жарыстың жалпы жүлде қоры рекордты 8,32 миллион долларды құраған. Бұл теңгеге шаққанда 4,33 миллиард теңге. Мұндай қомақты сыйақы әуесқой бокс тарихында ешқашан болып көрмеген. Жеңімпаздарға 300 мың доллар, яғни 156-да 2 миллион теңге төленсе, күміс жүлдегерлерге 150 мың доллар, 78-де 1 миллион теңге, қола медаль егерлеріне 75 мың доллар, демек 39 миллион теңге қарастырылған. Сондай-ақ әлем чемпионатының ширек финалына шыққан боксшылар да құралақан қалмай 10 мың доллардан, бұл 5,2 миллион теңгені құрайды, алу керек еді. Қазақстандықтар Дубайдағы сында кәдімгідей қарық болды. Бас аяғы командамыз жалпы жүлде қорының 1,24 миллион долларын еншілеріне басты. 645-те 6 миллион теңге болады бұл. Біздің құрамадан Сәкен Бибосынов 54 келіде, Оразбек Асылқұлов 57-де, ал Абылайхан Жүсіпов 71 келі салмақта чемпион атанды. Күміс медаль 75-тегі Сабыржан Аққалықовқа бұйырған. Ал қола медаль 48 келідегі Теміртас Жүсіпов пен 63,5 келі салмақта Ертуған Зейнулленовтың еншісінде кетті. Жалпы командалық есепте біз өзбектердің алдын орап, Ресейден қалып екінші орынға табан тіредік. Міне содан бері 9 айға жуықтады, боксшылар сыйақымызды алмадық деп дабыл қаққан. Осыдан бірнеше ай бұрын бұл көтерілген еді. Ол кезде IBA қажетті рәсімдер жасалынып жатыр, жақында қаржы боксшыларға түседі делініп еді. Ал бұл жолы тақырып көтерілгенде Кремлев басқаратын ұжым лезде жауап қайтарды. Олардың айтуынша бірнеше ай бұрын қажетті қаражат Қазақстан бокс федерациясына аударылған. Ал ол енді неге боксшыларға жетпей жатқаны белгісіз. Федерацияның бас хатшысы Самат Атхамов осы кезде ғана жақын аралықта сұрақ шешіледі деді. Сонда қалай болғаны? Федерацияға қаржы түскелі бері олар спортшыларға хабарламай тыныш қана отырған ба? Я, мұнда түйткілді мәселе бар. Бұл аталған сыйақылар толықтай спортшының үлесіне бұйырмайды. 50% боксшыға, 25% бапкерге, тағы 25% федерацияға түседі. Осы жағы қарастырылып жатыр ма екен? Не болса да жақын уақытта жауабын күтеміз. Негізі дұрыс емес бұл. Отты ма, сыйақысын бер. Олардың да өз алдына қойған жоспарлары бар. Тура сол жерде жетістікке жеткендерден Сәкен Бибосынов қана жағдайын жасап үлгерген шығар. Қалғандары көбіне үйсіз-күйсіз жүргендер және тыныш боксшылар. Мұндай жағдай қазір құрамада жүрген жұлдыздардың басында болса ендігі төңкеріп тастар ма еді. Не болса да шешімін күтейік. Бәрі оңынан орын алар. Енді тағы бір жаңалық. Біз енді қаласақ та қаламасақ та өмір ағымына ілесіп отыруымыз керек қой. Ағысқа қарсы жүзгеннің жеңгені жоқ. Үрдіс бұл. Бүгінгі таңда барлық ақпарат көздерінің басты тақырыбы Еркебұлан Тоқтарға қатысты болып тұр. Ол кезекті турнирге қатысатын болыпты және қарсыласта бекітіліпті. Бұны айту керек, айтпасақ, ренжиді Тоқтардың талантына бас ұрушылар. Міне осы жаңа ақпаратқа сәйкес Еркебұлан тамыздың 28 күні Астанада өтетін IBA мен Намат Промоушн турнирінде өнер көрсетеді. Қарсыласы Тоқтардың өзбекстандық аналогы екен, Бобирджон Исроилов. Инстаграмда 800 мыңнан аса жазылушысы бар. Испанчик деген лақап атпен өнер көрсететін ол өзбек қыздарының арманы екен. Сонымен 2 мачо, бірі қазақтікі, екіншісі өзбектікі жолығады. Айтпақшы, олар кәсіпқой бокс ережесімен өнер көрсетеді. Өйткені турнир халықаралық бокс күніне арналған. Испанчик муайтайдан әлем чемпионы екен. Ол көбіне октагон лигасында төбелеседі. Соңғы рет ол 27 шілде күні өнер көрсетіп түрікмен жауынгері Эзиз Дурдыевті ұтып кетіпті. Ал Тоқтар соңғы рет 4 шілде күні ресейлік Артем Тарасовпен шығып, бірінші раундта қарсыласын құлатқан еді. Ол кезде кездесу бокс ережесімен, бірақ ММА қолғабымен өткен еді. Жалпы қазақстандық медиа жауынгердің неге ойда жоқта бұл өзбекпен шығуға келісім бергенін бір жағынан түсінемін, екінші жағынан түсінбеймін. Түсінбейтін, бұл екеуінің арасында ешқашан трэш-ток болмаған, бір-бірін жекпе-жекке шақырмаған, табан астынан шыға келді ақпарат. Ал түсінетінім, кездесу таза бокс бойынша өтуі. Мұнда қалың қолғапта болады, қарсыласы муайтай болса Тоқтар алу керек. Өйткені ол проф бокстан бастаған мансабын жақсы бокстасады. Ал оның түпкі мақсаты Ташкентте күзде өтетін IBA мен Наматтың Орасан турнирі. Міне сол жерде ол нағыз медиалық қарсыласпен шығады. Қазір білесіздер, ол Шафхал Чурчаев есімді ресейлік медиа блогермен ерегіс жүргізуде. Бұдан бөлек өзбектермен де арасында тістесіп қалады. Сондықтан Тоқтардың Астанадағы кездесуі қатты бір назарға алынбайды. Бар қызық өзбек жерінде болады. Ал мынау жай аудитория жинап беру және ақша табу ретінде қаралады. Не болса да, Еркебұлан құбылыс болды ғой. Оның әрбір жанкүйерлер алдына шығуы оқиға. Сондықтан Астанадағы оның фанаттары да кешті
тағатсыз ана күтіп жүргені шындық. Бейнематериал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарың үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.